Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен балды торттың рецептімен бөлісемін. Мен осы күнге дейін әртүрлі рецептпен жасап көрдім. Ең жұмсақ, ең дәмді, ауызда еритіндей болып шығатын рецептпен бөлісемін. Ең алдымен біз 3 жұмыртқаны бөліп жарамыз. Үстіне қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Менің жұмыртқам кішкентай болғандықтан 3 жұмыртқа қостым. Сіздер 2 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Ал енді бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Міндетті түрде бөлме температурасындағы сары май болуы қажет. Олардың барлығын жақсылап араластырып, яғни водяной баняға қоямыз. Жұмыртқамыз бен сары майымызды водяной баняда жақсылап ертіп аламыз. Міндетті түрде араластырып тұру қажет. Сосын үстіне балымыз табиғи бал болуы қажет, және қопсытқышты қосып, тағы да араластырып тұрамыз. Біздің массамыз, қолымызды кішкене батырып көреміз, таза қолымызбен. Қол күйетіндей дәрежеде ыстық болуы қажет. Ал енді біздің ең маңызды сәтіміз, ұнымызды електен өткізіп отырып, қамыр жасайтын боламыз. Міндетті түрде, достар, електен өткізу қажет, әйтпесе сіздердің қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Міне, достар, біздің қамырымыз дайын болып шықты. Осындай қаймақ сияқты болып шығуы қажет. Қатты емес, және қатты сұйық емес болуы қажет. Енді оны тоңазытқышта 2-3 сағат ұстаймыз. Егер де сіздердің қамырларыңыз қатпаған болса, одан да көп ұстауға болады. Оған дейін біз қамырымыз қатқанша біз кремді дайындап аламыз. Сүтімізге қантты салып, 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне крахмалды салып, тоже тағы да араластырамыз. Мен крахмалдың орнына ұнды пайдаланамын. Сіздер де ұнды пайдаланып істей берсеңіздер болады. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, достар. Әйтпесе кремнің асты күйіп кетуі мүмкін. Ал міне, достар, біздің креміміз дайын болып шықты. Оның үстіне сары май қосып араластырсаңыздар болады. Ал енді кремді салқын жерге қойып, бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында суытамыз. Біздің тесталарымызды пісіріп алғанша креміміз дайын болады. Бетін жақсылап ауа өткізбейтіндей етіп жауып, суытамыз. Ал міне, достар, біздің қамырымыз дайын болып шықты. Осындай қатуы қажет. Ал егер сіздердің қамырларыңыз бұлай қатпайтын болса, тағы да біраз ұстау қажет деген сөз. Ұзыннан рулет сияқты қамырымызды қоямыз, сосын бөліктерге бөлеміз.
Ал енді қамырымызды барлығын ең алдымен пергаментке жайып аламыз. Сосын қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Тез қарап тұрасыздар достар, бұл біздің қамырымыз тез піседі. Міне достар, біздің корждарымыздың барлығы пісіп шықты. Енді оларды дөңгелектеп шет-шетін кесіп аламыз. Біз шетіндегі қамырларын, артық қамырларды бетін әсемдеуге пайдаланамыз. Міне достар, біздің корждарымыз дайын болып шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Ең алдымен ыдысымызға кішкене ғана кремді жағып, тортымыз жылжып кетпеу үшін астына кремді жағамыз. Сосын әрбір коржға 3 қасықтан кремді салып отырып, бетіне жақсылап жағып, корждарымызды солай жинай береміз. Міне достар, біздің балды тортымыз дайын болды. Қарап тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер достар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.